Сәлем достар. Тарихы бай Үндістанға барды, оны көруді көптен бері армандап жүрген едім. Сәті түсті. Жалпы билет бағасы 82 000 теңгедей болды. Бұл барып келумен визаға бір айға $25 кетті. Сонымен саяхатымызды бастаймыз. Көріп отырғандай борт ішінде 80% үндістандықтар болды. Бұл Шымкент Дели тікелей рейсі. Все, осымен кеттік. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Все, рахмет. Индияда осындай елден басталады. Индира Ганди деген осылай Трамптар осылай. Осылай кетіп жатырмыз. Söngeme. Bunda Air Astana'nın samolyotudur. Her bir 50 metre sayın aslında tuvaletleri var. Ағылшынша және хинди тілінде осындай информациялары бар екен. Көріп отқандай самолеттің іші мұздай болды, сондықтан қалың дау киініп алдым. Индира Ганди аэропорты өте үлкен. Жалпы Индияда Ганди аты танымал екен. Индира Ганди, Махатма Ганди. Гандиді өзіңіз білетіндей, әкесі ең алғаш тәуелсіздік Индияның құрған басшылардың бірі болған. Одан кейін оны ізбасар болып осы Индира Ганди болады. Егер оның өмірбаянын оқып отырсаңыздар, ол өзінің телеохранительдерінің қаза болады, осындай қайғылы жағдай. Махатма Ганди да өзі идеолог екенін білесіздер. Негізгі қалаушылардың тәуелсіздік үшін күрескерлердің бірі. Сондықтан да Ганди мен Индира Ганди мен Махатма Ганди екеуі туысқан емес. Соны ескере кеткен жөн. Жалпы осылай біз әлі кетіп бара жатырмыз. Домашний зал. Zaten ұлттық символикалармен ерекшеленеді. Bize Eliza деген зона осыны арқылы өтеміз. Қазақстан. Ой, рахмет. Аэропорттан шықтық, қазір бұйырса метроға барамыз. Көріп атқандай адам өте көп. Бір қызық жағдай болды, яғни иммиграционный қасында осындай блог түсіріп отырғам, камерам ұрысып берді. Оказывается, солардың қасында
ешқандай камера түсіруге болмайды екенін ескертті. Bizde uçak bas.